Сәлем достар, бүгін зебра пирогының өте тез, оңай дайындалатын, әрі дәмді жұмсақ болып шығатын рецептісімен бөлісемін. Бұл зебра пирогы ешқандай өлшеуішті миксерді қажет етпейді, өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге қажет 4 жұмыртқа, шекер, ұн, кефир, сода, сұйық және де какао. Ең алдымен 4 жұмыртқаға 1 кесе шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қойғанымыз абзал. Осылай көпіршігеннен кейін үлкен қасықпен 4 қасық кефирімізді құямыз. Үстіне 1 шай қасық содамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсы көтерілу үшін айран мен соданың ұзақ араласқаны маңызды. Одан кейін үлкен қасықпен 2 қасық сұйық майымызды құямыз. Енді ұнды 2-3 бөлікке бөле отыра салып араластырамыз. Бізде осындай масса шығу қажет. Осы массаны 2-ге бөлеміз. Осылай бір бөлігіне 2 ас қасық какаомызды саламыз. Осындай масса шығады. Енді протеинге формамызды салып, 2 ас қасықтан кезекпе-кезек салып отырамыз. Соңынан осылай әдемілесеңіздер болады. Духовкаға 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пирог өте дәмді шықты. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Айдана.